ғана назар аудара қояйықшы. Мұқағали Мақатаевтың аққулар ұйықтағанда поэмасы деп ойлаймын. Бүгін біздер Мұқағали Мақатаевтың аққулар ұйықтағанда поэмасын сюжеттік композициялық құрылымына талдау жасаймыз. Және балалар басқа шығармалармен салыстыра отырып шығарманың құндылығын бағалаймыз. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты осы. Енді сіздер үйден тапсырма беріңіздер. Аққулар ұйықтағандағы поэманың мазмұнымен негізінде танысып шықтыңдар, иә? Аққулар қоныс еткен, аққулар мекендеген көлдің есімі қалай дегенде жаңа өздері? Енді бір сәт тағы да назар аударыңыздар. Жаңа сендер көрген көріністе осы жерде көл жетім бе? Дәлелдеңдерші, неге жетім емес? Мүмкін жетім дейтін балдар бар шығар. Себебі біздің тақырып жетім көл ғой. Ал мына жерде көл жетім бе? Дәлелдеңдерші. Менің ойымша бұл көл жетім емес, себебі бұл жерде аққулар бір жетісіп, бір-бірімен ойнап, өйткені біздің поэмада жетім көлге жыл сайын кімдер келеді? Аққулар келгенде жетім көл не істеп қалады? Бір жасап, бір жетісіп қалады. Демек, дұрыс проблемалық сұраққа сендер дұрыс жауап беріңдер. Бұл жерде көліміз жетім көл емес әзір. Әзір жетім көл емес. Дұрыс шешімдер. Енді ары қарай жалғастырайық. Табиғатты қалай суреттейді? Қалай жеткізеді бізге? Ол туралы біз қай топтан біле алсақ екен? Болса көп қоя беріңіз. Табиғат тобына сөз беріп көрейікші. Мұқағали Мақатаевтың аққулар ұйықтаған поэмасында ақын табиғатты керемет суреттейді. Оған мына өлең жолдары дәлел бола алады. Жылға да жоқ даламен жауға суға, таста тұрған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына. Яғни біздің жетім көлдің ең басты ерекшелігі оның тау басында орналасқандығында екен. Аққулар оралғанда орманның бір теңселіп тынышталып қалуы және де аққулардың оралуынан басқа арман жоқ екені айтылады. Бұл өлең жолдарында Жетімкөл Алатаудан аққулар келсін деп сүйінші сұрайды. Аққуды атуға келсе де дәстүр бойынша дастарханы салады. бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр еденде қалжыраған, түн күзетіп ана отыр қос жанары, шарасыздан шаршаған жаудыраған. Түні мынау тамыздың маужыраған, тауың анау шымылдық салбыраған. Тұрсаңшы, таяу қалды таң атуға, неткен жансың санасыз жаратылған. Мана тәуіп шалдың айтқан сөзі ұмытылып кетті ме санатыңнан? Жетім көлге барып қай таң атқанша қалайда тауға іліп, біреулердің көзіне түсіп қалып, салма біліп, дүрліктірме жұртыңды. Апырай, қалай барам. Атаңның аққу құсты қалай ғана, айдыңның аққулары ұйықтағанда, өрген мал, өскен шырша абайлаған.
барлығы қасиетке қарайлаған. Оғатам қасиетке қалай ғана. Бармаймын, бара алмаймын, қалай барам. Жалғыз ұлдан артық па жалған бәрі? Неткен жансың санасыз жаратылған. Перден сұрап несіне армандадың, топан су басып кетсін қалғандарын. Құрсын бәрі. Мылтықты әкел, атты ерте, өзің бара. Оқиғаның басы тәуіптің айтқан сөзіне басталады. Аққулардың сұлулығын көріп тамсанып отырып қалады. Аққулар аққу мойын сүмбе қанат, алаңсыз тарануда күнге қарап. Айдынның еркелері білмей тұрмын, етермін тағдырымды кімге аманат деп, ана аққулардың сұлулығын көріп тамсанып тұрып қалады. Ана өзінің баласының ойына алып, мылтықпен қалай көшіргенін байқамай қалады. Бұл оқиғаны шарықтаушы еді. Кестесі бойынша жұмыс жасаймыз, ұйымдаса ойындар тездетіп. Күйеуіне айтып, Жетімкөлде ешқандай қиындықсыз бұл суретте аққулар көлден ұшып баратқаны бейнеленген. Кетіп бара жатыр, иә менде? Жетімкөлден кетіп бара жатыр. Бұл Исенғали Раушановтың бір ойынан әлі де кетпеген, өкінген осы бір оқиғасы бар екен, соны айта кетсем. Исенғали Раушанов Ақтау аэропортында бір көздері мөлдіреген жап-жас қызды көреді. Қолында 1,5 метр қорабы бар екен. Қыз келіп, амандасып, жөн сұрасып, бір өзінің жөн сұрасып болғаннан кейін, аға, менің жүгім қалыптыдан асып кетіпті. Сіз маған мына қорапты ұшаққа кіргізіп бере аласыз ба деді. Сол кезде өзінің қызындай студент қызды көрген ақын Исенғали Раушанов өкінішін жерге тастай алмай қорапты кіргізіп береді. Аман сау Алматыға жеткеннен кейін қызбен қоштасып, өзінің досының үйіне қонаққа барады. Досы бай кісі екен. Досы өзінің үйінің артындағы шағын көлге зоопарк істепті. Ол зоопарктың ішінде кілең құстар екен. Сол зоопарктағы бөлмелерді қарап жүрген кезде ақынның көзі аққу отырған бөлмеге түсіп кетеді. Қасындағы қорапты көрген кезде ақынның алдына кешегі аэропорттағы қыз елестейді. Содан ақын қайран құсты, шалшық суда жүзіп жүрген, лас-лас шаршаған құсты елестетіп, естен кете алмайды. Бұл міне біз деген баяғы заман адамдары аққуды емдік ретінде қолданса, қазіргі байлар аққуды өз көзінің сәні ретінде аулап қамап жүр. Бұдан шығатын қорытынды адам ең басты табиғатқа зиян келтіруші. Осы тұрған бәрімізді табиғатты аялап, қорғап, жан жануарларын ренжітпеуге шақырамын. Қойғандай. Аққуы бар ма? Мен сендерге манадан бері аққуды неге таратып алар? Қалай білесіңдер, көтерілгіш аққуларды. Сендерді рақсаға айтқандықтан мен сендерге аққу таратам. Аққудай сұлу болыңдар, аққудың пәктігін берсін, аққудың махаббатын берсін, аққу деген керемет құстың қасиетін берсін деп берді. Мен өздері айтыңдар, мен неге аққу бердім, мына Жетімкөл не көрсеткен? Кім айтты? Сіздің себебі осы аққуларды берген емес, Жетімкөлге аққуды қайтып келу үшін. Бүгінгі біздің мақсатымыз Жетімкөлді аққуларды жинадық. Жетімкөлдің аққулары қайтса екен дедік. Осы біздің сабағымызға риза болып, ол кісілерден аққудан кешірім сұрағандай, Жетімкөліне барыңызшы деп тұрмыз ба? Ендеше осы аққулар қайтады. Сабақ қалай өтті? Бір-екі ауыз сөз айтып бере қойыңдар өздері. Тез-тез. Бүгінгі сабақ қызықты өтті. Себебі мені аққулар туралы мәлімет қызықтырды. Бүгінгі сабақтың арқасында біраз деректі. Әр топ өзінің
жұмысын жақсы атқарып жақсы әсер алды.